Саламатсыз ба, құрметті әріптестер. Бүгін бірінші сабақ. Бұл сабақтың тақырыбы бір жауаппен тест енгізу мына біздің MyTest бағдарламаға. Ол үшін неден бастаймыз? Сіздерге тек қана мен көрсеткен әрекеттерді қайталасаңдар болды. Сонымен біріншіден міне біз MyTest бағдарламаны редактор тестов MyTest Editor осы пуск программасына немесе сіздердің мына рабочий столыңызда, жұмыс үстеліңізде мына көк белгісімен MyTest Editor деген соны ашасыз. Не екі рет басамыз да сол кнопкамен сосын ашып қалады. Не осылай ашылатын болады. Сол кездегі біріншіден неден бастаймыз? Мына жерде настройка. Міне настройка бойынша біз бірінші шрифтті енгіземіз. Бүкіл тесттарымыз бір шрифтта болады. Настройка, шрифт по умолчанию. Осылай шрифт по умолчанию болғанда жаңағы осылай әйнек шығады. Сонда Times New Roman обычный 16 размер жаңағы көлемі. Окей, 16 дейміз. Сонда бәрі енгізген, осы тестке енгізген сұрақтар бізде тек қана 16 шрифтпен бәрі бірыңғай болады. Келесі, енді тестті құрастырамыз. Осы құрастырғанда мына жерде добавить задание, тапсырманы қосу деген басамыз. Сонда мына жерде әйнекше шығады, выбор типа задания, тапсырмалардың түрлерін таңдау. Сонда одиночный выбор, содан бастаймыз, одиночный выбордан. Окей. Ал енді байқасаңыздар, мына жерде ештеме жазылмаған таза алан, сол аланда үстіңгі жақта сұрақтың аланы, және мына жерде 5 аланға немесе көріңіз бе, 10-ға дейін 10 сұраққа дейін етеге болады. Ол үшін мына жерде астына добавить еще вариант деп отырасыз. Ал енді келесі не істейміз? Келесі, давайте мынаны алып тастайық. Сол 5 нұсқаумен қалдырайық. Удалить задание. Тағы мне көрсетейін. Добавить задание. Мына жерде жасыл плюс белгісі. Одиночный выбор. Бір жауаппен тест. Окей. Басамыз. Енді қараңыздар. Мысалы сізде дайын Word-та тесттер болса, мен мысалы дайындап қойдым. Міне жеңіл. Осы мына тесттерді мысалы осылай белгілейсіздер, сұрақты және жауаптармен бірге. Копировать. Содан кейін мына тестқа барамыз да. Мына жерде 10 жағы кнопкамен басып, жағы әйнекшені шығарамыз да. Мына жерде вставить как текст дейміз. Вставка емес, вставить как текст. Мәтін секілді қоямыз. Міне осылай шықты, көрдіңіздер ғой. Осылай шығып, содан кейін мына мысалы тек қана мына выделение жасайсыздар да, выделение жасап, осылай прокрутка жасап, выделение орнына қоясыз. Енді мына Word-та секілді, мысалы алып осылай қосасыз. Болды. Сосын мына A, B, C, D ол керек емес. Оны жаңағы выделение жасап, вырезать дейсіз. Алып тастайсыз. Міне. Орталық Қазақстанда біздің заманымызға бұрын 7-5 ғасырларда ан стилімен қатар дамыған өнер түрі. Мына жерде мына жерде бізде полихром, геометриялық, петроглифтік, андрондық, сыналық, полихром стилін. Орталық Қазақстанда біз білетін боламыз. Полихромдық стилі андық стилмен бірге дамыған. Сонда мына жерде белгілейсіз полихром стиль деген. Мына жерге белгі басасыз. Сохранить задание, тапсырманы сақтайсыз. Көрдіңіз ғой, тағы да көрсетіп кетейік. Міне добавить задание, тапсырма қосу. Міне қараңыз, мына жерге басасыз. Әйнекше шығады, одиночный выбор, бір жауаппен тест. Окей, басасыз, міне таза алан шығады. Содан кейін Word-қа барамыз. Word-та мысалы міне дайын тесттерді алып, ставить как текст дейміз. Содан кейін мыналарды мына жерге выделение жасап, осылай әрбірінеге береміз. Міне болды. Осыны алып тастаймыз. Вырезать дейміз. Не, 1000
1125-28 кедайындар басып алған қала. Бұл Баласағұн қаласы. Есіңізде болса, олар Қарахан мемлекетін жаулап алған. Сол кезде Баласағұн қаласында сохранить задание, белгі Баласағұн қоясыз. Сохранить задание болды. Тағы да көрсете кетейік. Міне, бұл одиночный выбор. Окей. Тестқа барамыз. Тесттен көшіреміз. Мынаны копировать. Ставить как текст дейміз. Содан кейін мынаны көшіріп, мына жерге аударамыз. Әрбір нұсқауға деление осылай. Не. Алдыдар. Ауыстырдыңдар не орны. Так. Мына жерде мынаны алып тастаймыз. Мынаны айтпақшы, мынау мысалы қараңыз, мына біздің немізде да, тестімізде, Word тестімізде мәтінде сипатталған еңбектің авторын анықтаңыз деген мынау сөйлем қарамен бойланған, жирный. Ал енді мына тестқа қарасаңыздар, мына ішінде қарасы жоқ. Сонда мысалы не істеу керек? Мына сұрақты, мына жаңағы сөйлемді өзіңізде осылай белгілейсіз да, выделение жасап. Содан кейін қараңыздар, мына жерде үстінде текст деген, текст, мәтін деген форматирование жасау командасы, параметрі бар. Соған басасыз. Открыть текстовой редактор үстінде, открыть текстовой редактор. Содан кейін мына осында әйнекше шығады. Мына әйнекшенің ішінде мынаның көріңіз көшірме. Содан да мысалы мәтінде сипатталған еңбекті мына Word секілді. Мына жирным шығарасыз да. Окей, басасыз да, міне қараңыз. Міне болды. Осымен. Сосын мына жерде бұлай істесек, тіпті жақсы olur. Міне осымен болды. Ара қаратай, сосын мына жерде тек қана тағы не істейсіз, қоямыз да өтеміз қажы айтылған, дышты қыпшақ халқының, мына өтеміз қажының сөздері, сохранить задание. Немесе қараңыздар, мысалы өзіңізде еркін тесттерді құрастырсаңыз, тағы да добавить задание, тағы да қосамыз, тестті қосамыз, бір жауаппен тест. Мына жерде мысалы қандай неден бойынша, клавиатура бойынша жаңа сұрақты құрастырайық. Мысалы, Ұлы Отан соғыс деп осылай. Енді бәріңізге белгілі. Ұлы Отан соғысы қашан басталды деп, қашан басталды. Сұрақ белгісі. Сосын мына жерде 1941 деп жылы. Так. Жылы. Мына жерде 1939 жылы деп. Келесі 1945 жылы деп. Осылай белгілесеңіз болды. 1914 жыл деп. Ұлы Отан, жаңа бірінші дүниежүзілік соғыспен бірге қатар деп солай белгілейік. Осылай, міне. Енді мына жерде бізде 1941 жылы болады. Окей. Белгілейміз. Дұрыс жауабын сохранить задание. Болды осымен. Содан кейін не істейміз? Содан кейін осы міне мысалы тест кіргесін, тестті құрастырғасын, мына жерде қараңыздар. Параметрі задание шығамыз деген кезер алдында мынау бәрі бүкіл жерде не осындай дұрыс белгілері, дұрыс жауаптың белгілері бар ма деп сол үшін тексересіз. Ол үшін параметрі заданий басасыз. Сосын для всех проверить все задания деген тапсырманы тексересіз. Қате жоқ, ошибок не обнаружили. Окей, басамыз, болды. Содан кейін мына тесттің жаңағы атын атаймыз да мына жерде параметрі тесті. Қараңыз үстінде параметрі тесті, параметрі задания емес, параметрі тесті басамыз. Заголовок и описание деген жаңағы біздің тесттің заголовок тесті деген мына жерде мысалы жаңағы пробный немесе жаңағы значит пробный деп жазайық. Пробный мысалы немесе қазір жаңағы бір жауаппен тест деп жазайық былай.
бір жауаппен тест. Бір жауаппен тест. Мына жерде автор, оны содан кейін тағы да бір сабақтар болады. Тағы да мынаның ішіне не жазу. Мына жерде сохранить задание дейсіз. Сохранить задание. Тағы да крик. Мына заголовок и описание. Жауаппен тест. Мынаны осы заголовокта тесттің копировать етеміз. Копировать етіп жабамыз. Содан кейін жаңағы сохранениеға сақтау командасына барамыз. Мына жерде дискетаның белгісі, Word'да да сондай, маған басамыз. Сонда басқанда бізде әйнекше шығады, қай жерге оны сақтайтыны. Мысалы, біз рабочий столға сақтайтын болсақ, рабочий столға барамыз, дискіге барсақ, дискіге. И мына жерде жаңағы біз копирование жасадық қой, мына жерде. Так. Жаңа бір жауаппен тест, Мына жазамыз. Бір жауаппен тест. Сохранить. Окей, енді сақтағаннан кейін жабамыз. Енді барайық, жаңаға көрейік. Міне. Бір жауаппен тест. Міне, мына жерде сақталды. Бір жауаппен тест. Енді көріп ашайық. Жаңа тестлеушіге қалай кіреді екен ашамыз. Міне тест. Начать тест дейміз. Мына жерде. Так. Окей. Міне ашылды. Не ашылды. Міне. Жай мен нете қойайын. Белгілеп. Дұрысын, дұрыс емессің деген сөз. Міне. Окей. Міне 4-тен біз біреуінде де дұрыс белгі жасаған жоқпыз. Мына. Мен жаңа жай белгі жасалдым. Көріңізге осындай баға тестлеушіге келеді. Окей. Болды осымен. Ал енді тағы да қараңыз. Қазір осы тапсырманы жасағаннан кейін, осы жаттығуын жасағаннан кейін, мысалы, сізге бір осындай үй тапсырмасы. Осы тест арқылы, бір жауаппен тест арқылы өзіңізде 5 емес 10 тест жасасаңыз. 10 тест үй тапсырмасы, 10 тест бір жауаппен 10 тестті жасау. Сонда, мысалы, тағы да әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, сіз бастадыңыз, үшеуін істеп, содан кейін біреу басыңызды бұрып жіберіп, немесе балалар шақырып, мама тамақ ішеміз деген секілді қарын ашты. Сонда кетіп бара жатқан кезде жаңағы сақтауға ұмытпаңыз. Ал мысалы сақтағаннан кейін тағы да екінші рет қарай кіруге болады редактордың. Ол үшін мынау бір жауаппен деген тестке оң жақ кнопканы басасыз. Мына жерде открыть емес, изменить, өзгерту деген команданы басасыз. Өзгерту. Ашу емес, өзгерту, изменить. Ал міне, көрдіңіз ба? Кірдіңіз. Жаңа редактор вариантына. И арғатай, міне, мысалы, добавить заданием басасыз. Одиночный выбор. Окей. Арғатай, өзіңіз 10 тестқа дейін жеткізесіз. Түсінікті шығар енді, Жоқ, мен сақтамайым. Болды. Құрметті әріптестер, былай болсын. Мына бізде 9 түрлі тесттер. Сондықтан да сізге бір айта кететін жай, мына өзіңіздің не рабочий столда бола ма, сізде немесе басқа диск D, диск D, диск E, әйтеуір бір жерде бір папка құрастырыңыз. Бір папка құрастырып, осыны мен сізге қазір көрсетейін. Мысалы, сол папкаларды осылай белгілеп отырыңыз. Мысалы, мен бірінші сабақ, бір жауаппен тесттеп, жаңағы папка ашыңыз. Не жаңа бір жауаппен тестті мен қазір мына жерден қойып, мына жаңа папкаға қоям. Болды. Ставить. Все, мне тұр. Осы мне тұр. Келесі сабақта бізде тағы көп жауаппен тест болады. Сонда аша қоясыз. Сонда мысалы мына жерде келесі сабақтың жаттығу жасайтын файлды көп жауаппен тестті мына жерге сақтасыз. И әрі қаратай солай, осылай міне бізде 15 сабақ болады. 15 сабақтың ішінде әрбір жаттығу жасайтын файлдарды сақтайтын боласыздар. Осындай бір үлкен
не жасаңыздар енді үлкен тест. Мен мысалы тарих ОБТ жобасы деген жалпы папкасы, соның ішіндегі бүкіл міне сабақтардың папкалары. Осымен болды, құрметті әріптестер. Тағы да қайталай кетейін. Сіздің үй жұмысыңыз 10 бір жауаппен 10 тест жасау. Сізбен бірге болған бұл курстың тренері Тілеужан Мұратович Ташимов. Кездескенше сау саламат болыңыздар.